Қай жылғысыз? 58 жылға. Жер анамыз қарсы алғанда бір ұлды, Науаймен үшқұдығым туылып, шөл далада қала салып жол қылды. Жынысыңыз? Мен әрине еркекпін. Үйді салып, маңдайымнан тер төктім, бар арманын болашаққа жалғаған қыран құстай еркесімін жер көктің. Мінезіңіз? Дей алмаймын, момынмын, тигені рас біреулерге қолымның. Жаным жұмсақ, ел жүресе жүрегім, мен құрбаны болып кетем арымның. Қандай оқу бітірдіңіз білімің? Қара өлеңнің ұстап туған құрығын. Өмір атты оқуым бар бітпейтін, ана тілдің қолдан құйған тұғырын. Кәсібіңіз? Құрылысты таңдағам, түрлі кәсіп істеп жүріп жан бағам. Жағымпаздық қанымда жоқ қасиет, қанағатпен қолда барға алданам. Туған жерің? Дербіс тауда мекенім, кіндік қаным Марал сайда екенін ұғып келем. Жүзғұдықта таптым мен өмір мәні тек білімде екенін. Аты жөнің? Ахметов Сәуірхан, бақыт тапқан Жүзғұдықтай ауылдан. Қолдау күткен өнерсер қауымнан, жүрегім бар, өлең жырмен ауырған. Армысыздар, салтын сақтап, ақынын ардақтаған әдебиет сүйер, өлең сүйер ағайын. Білім мен әдебиеттің қайнарынан нәр алған шәкірттер, ұстаздар және ата-аналар. Өзінің анкетасын жыр жолдарымен жеткізген Тәуелбайдың Тарлан ақыны, Дүрліккен дүние дүбірі кітабының авторы Сәуірхан Ахметов бүгін бізде қонақта. Қошеметтеп қойайық. Сәуірхан аға, ортамызға бүгінгі қош келдіңіз. Бүгінгі біздің кездесу сұхбатымыз өзіңіздің тікелей өміріңізге, шығармашылық әлеміңізге арналып отыр. Біздің шәкірттеріміз, сіздің оқырмандарыңыз көкейдегі сұрақтарын бүгін арнайлап дайындап келген. Рұқсат болса, емен жарқын сырласып, сізбен бірге сұхбат жүргізсек. Дайынсыз ба? Олай болса, мархабат оқушылар, кезек сұрақтарға. Сәлеметсіз бе, Сәуірхан ата? Бүгінгі сыр сұхбатқа келгеніңізге қуаныштымыз. Және де бүгін сізге қоятын сұрағым, балалық шағыңыз қайда және де қалай өтті? Кезекті ақша берейік. Мен балалық шағым Жүзғұдық ауылында өткен. Мен мына осы жерге жақын жерде Маралсай деген жерде туылғанмын. Мынау Гымызны білесіздер ғой? Гымыздың мынаяғында Дербіс деген жер бар. Сол ата мекеніміз болған. Сол Маралсайда туылып, мен 2 жасымда Жүзғұдыққа көшіп барғанбыз. Біз содан бері Жүзғұдықта жасап келеміз. Ахметов ана тілім, қазақ тілі қарағым. Келмес оны басқа тілмен жамағым, ана тілмен ұятымды кестелеп, ана тілге қазынам деп қарадым. Ана тілім, қуанышым қайғымда, тағдыр толқын қамағында айдынға, жаным мынау, арым мынау дей тұрып, ақ жүректі халқыңа сен жайдыңда. Ана тілім өн бойымда шымырлап, бос торғайлар өз тілінде шырылдап, сенің қазақ екеніңді әйгілеп, желөкпе-жел ызыңды айды сыбырлап. Ана тілім қазақ тілі ардақпын. Осы тілмен өмірімді жалғаппын. Өзге тілде үйренсем де қаншама, өзге тілмен өз тілімдей жанбаппын. Ана тілім өзгермейді, өшпейді. Өзге халық көрсетсе де сесмейлі. Тілді ұмытсақ, ділді ұмытсақ, ей адам, келер ұрпақ бізді сірә кешпейді.
бақыттысың, егер мен күлімдесем, ұшырам бақыт құсын, сен мені күнім десем. Ана сен асылымсың, мен үшін жалғыз ғана, ұқтырған әйел күшін, аналар аңыз ғана. Ана сен шуақтысың, мың есе күн көзінен, мықтысың, қуаттысың, мақтанам мен өзіңмен. Ана сен қасымдасың, қол состам армандарға, ананың асыл басын теңеймен ормандарға. Шырағымын қырам болам қалықтар, жер жүзінде жасым болсам тамып қал. Уақыт бер сәл шыдағын ағайын, кім боламын оны халқым анықтар. Жолбарыс боп жортып жүрем жондарда, арыстан боп үкім айтам аңдарға. Көрсетемін өзім жүрген жолдарды, үлгі тұтқан жас жеткеншек жандарға. Кішкентай әлі баламын, түлікте жоқ қоялаңым, ертең ағосып ер жетіп, жауынгер әлі боламын. Тәртіпті жанмен сүйетін, бұйрыққа басын етін, біздерге шаттық сыйлаған, бейбіт күн болсын ниетім. Еңбекті елге сіңдірем, сырна өмір үңілем, бар адамның бақшын дәм боп жерге егілем, алтын боп жерге төгілем. Анам менің аппақ нұр шұғылалы, мен айтпай-ақ бар әлем ұғынады. Тал бесікке асылған жасанадан, келемін мен жаныңды ұғып әлі. Анам менің айда сен күнім десен, алақанда жұмыр жер күлім десем, сұлулыққа әлемді толтырам ба, жүрегіме жылу боп білінбесең. Нұр дидарың нұрланып әжім басқан, жер анамен егіссің сырын ашқан. Пәк нәресте оралып жүрегіңе, бейбіт күнге жол сілтеп тұғыр тастан. Ата келсе иілген келін десен, қуанарсың сапардан келдім десем. Көңіл құсы шырылдап кезіп кетер, іздегенде алдымнан көрінбесең. Ұстаздар, шәкірттер, балдарым, мынау Сәуірхан досымыздың кездесу енді несі деп келіп отырмыз бәріміз. Бұл ақындық өнер адамзатқа өзіне өзі келе бермейді. Бұл бір жүректің түбінде жататын бір сезім. Енемін. Сағымдардың қуып кетіп бөлеген, көз алдында жадыраған туған жер, мені шексіз шаттығыңа бөледің. Олыққа тірісің сен өлген жоқсың. Дуылдасын, өлді де сөзді соқсын. Жүрек жырың әлемді шарлап кетті. Шекпеніңді жайдан жай киген жоқсың. Құдірет жыр кеудеңнен сарқырады. Саф алтындай шарқ етті жарқырады. Мына сендік өлмейтін сезімменен, сендік әлем, сендік жыр атын алды. Vatan senindir, vatan menindir, kuzu çöp kurgenik, bemalol yürgenik. Vatan senindir, vatan menindir, kuzu çöp kurgenik, bemalol yürgenik. Vatan oğluyum, dopgenik oğluyum. Bu vatan senindir, bu vatan menindir, vatan nasıl oğluyum, şaraplı necari. Мен де қуанып тұрмын осындай сізбен кездесу ұйымдастырып, шәкірттеріме азғантай болса да ой салып, ақылыңызды айтып, жол көрсеткеніңізге. Мен де дәл қазір осы жерде жаздым, сұхбаттың басында отырып. Көңіл күйімді өлеңмен өрнектедім, мен сізге осыны ұсынайын, және оқып беруге рұқсат етіңіз. Ақын Сәуірхан Ахметовтың шығармашылығына арналған Ақын әлем атты кездесу кешіне арналған өлең. Ақын келді, ортаға ақын келді, дидарласып еліне жақын келді. Арманын айға ұқсатқан ақын жастан қолға қалам ұстауды мақұл көрді. Өлеңмен өрнектеген ұлы өмірін ақынына оқырман тілегімің. Ақын келді ортаға, қарсал елім, үнін тыңда жалынды жүрегінің. Ақын келді ауылға, дана келді,
өшпес шырын өзімен ала келді, алақанда аялап өтер мәңгі, сырлы сезім күй кешкен саналы ерді. Оқы өлеңін ақынның тоқтамай, сүрлеу жолда басатығын көп талай. Ақын отыр шаттықтың күйін кешіп, бақытты ғой шабыттанған шақтарай. Поэзияда жүрсін дейміз жол болып, күн көксеген көңілі де көл болып, жыр толғаған жүрегіңіз жалындап, кітаптарыңыз шыға берсін том болып. Атынан сізге арнайы сыйлық. Қош келдіңіз. Сізге рахмет үлкен, мына оқушыларға өзіңіздің білгендеріңізді, мына өлеңдеріңізді оқып беріп жатсыз. Оқушылар да жақсы айтып жатыр енді сіздің шығармашылықтарыңызды. Табыстар тілейміз. Қайрат, рахмет саған. Осындай кешті ұйымдастырып, ақын ағамызбен бірге оқушыларға танытып жатқаныңыз үшін. Қайратқа қалай ұйымдастырып жатса, қалай рахметімді айтайынбыз. Өзімнің тілегімді былайша. Соны енді бір жұмға жазып қойып едім, соны қабылдатайын. Арманың бір шыңына құла шығып жетті. Bir şakirtin ozғанша қызмет етіп көкке, шабытың шалқап, әніңмен қалқып қайратжан, бұл келі сахнадан өзгермеші кетпе.